Ассалаумағалейкум ағайын. Біз бүгін бағдарламамызда Қазақстанда атом электр станциясын салу қаншалықты маңызды деген тақырыпты көтергіміз келіп отыр. Олай болса, арнайы шақырған қонақтарымызбен сіздерді таныстыра кетейін. Ядролық физика институтының бас инженерінің орынбасары Асхат Бекбаев мырза. Сонымен қатар осы институттың жетекші ғылыми қызметкері Данияр Жансейітов мырза келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді өздеріңіз білесіздер, осы Қазақстанда АЭС салу мәселесі біраз жылдардан бері көтеріліп келе жатыр. Ақырында референдум жариялады, салатын болды. Енді АЭС салу қаншалықты маңызды ойлайсыздар Қазақстанға, маман ретінде? Енді АЭС салу деген біздің ойымызша маман ретінде айтатынымыз ол өте маңызды. Ең бастысы ол тұрақты электр көзі болып табылады. Оны мысалға баламалы электр көздерімен салыстырып болсақ, оның тұрақтылығы яғни преимуществосын береді. Өйткені мысалға баламалы электроэнергия көздері ол күнге, желге тәуелді болады, және де оның жаңағы беріп отырған қуаттылығы бірде аз болады, бірде кішкентай болады. Оның әрқашанда балансты ұстап отыру керек. Және де бұны жинайтын бір аккумулятор сияқты қор болу керек әрине. Ол үлкен көлемді құрылғы болып саналады. Сондықтан қазіргі таңда осы жаһандық трендті айтамыз ғой, енді жаһандық трендті айтатын болсақ, атом электр станциялары бұл ең тиімді тұрақты энергия көзі болып табылады қазіргі таңда. Сізде негізі тапшы ма? Нақты ашығын айтқан кезде электроэнергетика? Әрине тапшы. Мысалға, энергетика министрлігінің 2023 жылға қорытындысы бойынша, ақпараты бойынша, бізде дефицит 3 миллиард киловатт сағаттан астам болды. Ол дегеніміз біз ол электроэнергияны бір жақтан алуымыз керек. Біз оны жаңа көршілес мемлекеттерден алдық, және бізде қазір экономика өсіп жатыр, өндіріс орындары көбейіп жатыр, халықтың саны өсіп жатыр. Сол себепті электр энергиясын тұтыну әрине ол да өсіп жатыр. Енді ол жаңағы пайда болған дефицитті жою үшін әрине энергетика министрлігі тарапынан және үкімет тарапынан басқа да жолдар қарастырылып жатыр. Ол жаңағы біз айтпақшы гидроэлектр станциялардың біздегі бардың қуаттылығын арттыру, жаңа жылу электр станцияларын салу. Бірақ та ол онымен қоса атом электр станциясы жаңа дефицитті шешудің бір жолы ретінде қарастырылып отыр. Жаңа Асхат мырза айтып кеткендей, бізде атом электр станциясының неге керектігі, ол ең бастысы тұрақтылығы. Одан бөлек экологиялық тазалығы. Біз соны ұмытпауымыз керек. Бізде Париж конвенциясына байланысты 2050 жылға дейін Қазақстан өзіндегі өндірілетін көмір қышқыл газының көлемін былайша айтқанда нөлдік деңгейге дейін түсіру керек. Оны біз қазіргі қолданыстағы жылу электр станцияларын әрі қарай қолдана беретін болсақ, ол нәтижеге жетпейміз. Ал сол біз өзімізге міндеттеме алынған халықаралық міндеттемелердің шешімінің бірі ретінде біз атом электр станциясын соғу арқылы өзімізге тұрақты электр энергиясын пайдалану, сол басқа проблеманы шешудің бір жолы. Жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, желмен, мысалы күн сәулесімен электр қуатын алатын түрлі құрылғылар бар, сонда олардың шамасы жетпегендігі ме? Мысалға мысалға айтатын болсақ, жаңағы атом электр станциясы бізде салынайын деп жатқан атом электр станциясының қуаттылығы 2-4 гигаваттың. Ал тура сондай жел электр станциясы тура осындай тұрақты электр көзінің электр қуаттылығын беретін дейді. Оның былайша айтқанша қуаттылығы 8 гигаваттан асу керек. Яғни бұл не деген сөз? Үлкен ауқымды көлемді жерде олар жаңағы жел электр станцияларын тұрғызу керек. Жаңағы оның мысалға көлем жағынан айтатын болсақ, атом электр станциясына 100 гектар керек болса, жаңағы тура сондай қуаттылықты бере алатындай жел электр станциясын салу үшін ол 27 гектарға дейін кетеді ауқымдылығы.
яғни бұл жаңағы жел электростанция 27 мың гектарға салатын болсақ, ол қыруар ақша. Бірақ кейбіреулерінің енді мәліметтері бойынша, санаулары бойынша жаңағы жел электростанциялары 5 миллиард доллар дейді бағасы болады, ал атом электростанцияларынікі 15 дейді, 12-15 миллиард деп отыр ғой енді қазір. Шамамен, иә. Яғни 3 есе деп тұр ғой, 3 есе тиімдірек болады, арзанырақ болады дейді. Бірақ оның жұмыс істеу уақыты, мысалы жел электростанция ары кетсе 15 жыл, оны қайтадан барып оның бәрін жаңарту керек, қайтадан салу керек, қайта жер табылу керек. Ол басқа жаққа барып апарып салу керек та ол станцияларды. Ал атом электростанциялары кемінде кем 60 жыл жұмыс істейді. Оны ары қарай тағы 20 жылға ұзартуға болады. Сонда біз 5 рет жаңағы жел электростанцияны салумен бірдей болады да. Бір АЭС-тің қуаттылығы Қазақстанның қанша аймағын қамтамасыз етеді? Енді қазіргі таңда санау бойынша оның аумақ деп айтпайық, оның мысалға берілетін қуаттылығы пайыздық мөлшерді айтатын болсақ, ол 9-10 пайыздық мөлшерін жабалатындай қылып жасалынатын, жоспарланатын атом электростанциясы. Яғни оны кейбіреулер бүкіл Қазақстанды жабады деген сөз ондай болмау керек. Ол мысалға сол жаңағы 10% мөлшерін жабалап береді. АЭС болашақтың энергиясы ма, әлде уақытша шешім ба? Ол болашақтың энергиясы, ол қазіргі энергия. Енді біз қазіргі таңда 30-дан аса мемлекет атом электростанциясын пайдаланады. Бірақ әлем бойынша 30-дан аса мемлекеттің, бірақ Қазақстандай уран қоры жоқ. Мысалы, ол дегеніміз біз уақытша деп қарамауымыз керек. Атом электростанциясы ол былайша айтқанда табиғаттың, Құдайдың бізге берген энергия көзі. Соны егер біз дұрыс пайдаланатын болсақ, оны біз қазіргі таңда, біз деп отқанымыз ол адамзат баласы. Адамзат баласы қазіргі технологиялардың даму заманында атом электростанциясының да технологиялық құрылғыларын жетік дамытып отыр. Мысалға, жаңағы атом электростанциясында жаңа қауіпсіздік дейміз ғой. Қауіпсіздігінің 40% бюджет. 15 миллиард дейік, жаңа әріптесім айтқандай. 15 миллиардтың 40% тек қауіпсіздік жүйесіне арналған. Соған құртылады. Ал қауіпсіздік жүйесі, ал басқа қол жетімді электростанцияларын алатын болсақ, жылу болсын, газ болсын, су болсын, ол жақта ондай қауіпсіздікке көңіл бөлінбейді. Сол себепті қазір біз атом электростанциясы ол болашақ емес, ол қазіргі таңда әлемнің дамыған мемлекеттері қолданып жатқан электростанция. Соның қатарына Қазақстан егер қосылып жатса, ол әрине біз үшін өте тиімді жағдай. Өйткені былайша айтқанда бізге басқа мемлекет өзінің технологиясын беріп жатыр. Ал мысалға біз мысал ретінде автомобиль құрылысын алайық. Кезінде мысалы корейліктер қалай жасады? Олар жапондықтардан бізге машина сатыңдаршы деді. Ақшалар болды. Жапондықтар сатқан жоқ. Бірақ енді корейліктер басында өзінің жаңағы ескі жапондық маркаларды алып, өзінің автомобильдік құрылымын дамыта бастады. Ақша құйды. Ақшасы бола тұра да, басқа автомобиль құрылысы дамыған мемлекеттер корейліктерге технологиясын сатқан жоқ. Берген жоқ. Бізге Қазақстанға дәл солай салыстыратын болсақ, атом электростанциясын мысалы Қазақстаннан бөлек көп мемлекеттер соққысы келеді. Бірақ оған геополитикалық саясатқа байланысты мүмкін басқа да проблемалар бар шығар, рұқсат беріле бермейді. Қазақстанда қазір былайша айтқанда уникалды мүмкіндік бар. Сол жаңағы элиталық мемлекеттер құрамына кіруге. Бізге технологияны беріп отыр. Ақшасы бар мемлекеттердің өздері ол АЭС технологиясын алмай отыр. Бізге олар болашақта соғып берем, технологияның барлығын қалдырам, кадрларды үйретем деген ұсыныс бар. Сол ұсынысты пайдаланбау біз үшін қате сияқты, егер пайдаланбасақ. Дамыған мемлекеттер мысалға тиімді пайдаланып жатыр дейміз, иә? Жарайды, салуын салады. Бізде кім салады деген әңгіме бұл жерде. Енді бұл халықтың негізгі ойы. Бұл сұрақ енді басынан айтылып келетір, осы референдумның айналасында да айтылды. Қазіргі таңда біздің Қазақстанға 4 ұсыныс бар. 4 мемлекеттің ұсынысы, ол жаңағы Франция, Қытай,
оңтүстік Корея және Ресей. Сол 4 мемлекеттің ұсынысын қазіргі таңда біздің министрлік, қазіргі агенттілік оның бәрін қарастырып жатыр, жан-жақты жаңағы сарапшыларды қосып, жаңағы біздің институттарды қосып, сол сұрақты енді осы жылдың ортасына дейін шешіледі деген ойдамыз. Бірақ енді біздің президентіміз айтқандай, ол консорциумдық ретінде де салынуы мүмкін. Мысалға 2-3 мемлекет бірігіп сала алады, өйткені ондай мысалы жаһандық практикада бар да. Ол тиімді нәрселердің бірі. Қауіпсіздік қой негізі басты орында болу керек. Құдай бетін аулақ қылсын. Мысалға дамыған елдердің өзінде, Жапонияда да мысалға жарылған кездер болды, бірақ олар дер кезінде тоқтатып үлгерді. Бет аулақ болсын, бізде де сондай жағдай орын алатын болса, дайын ба біздің мамандарымыз? Негізгі қорқыныш үрей осы ғой, көпшіліктің. Әрине, енді АЭС дегенде бүкіл халықтың ойына ең бірінші осы бір-ақ оқиға бар өзі. Үш оқиға ғой әлемде болған үлкен ауқымды авариялар. Солар еске келеді. Бірақ та жаңа біздің әңгімеміздің барысында айтқанымыздай, егер кішкене тарихқа жүгінетін болсақ, ол атом электр станциялары 50-70 жылдары салынған атом электр станциялары. 2+3 санатындағы атом электр станциялар. Енді әрине өзіңіз Жапонияны айтып отырсыз. Жапонияда болған жаңағы аварияның кесірі ол табиғи апаттың әсері. Жапондықтар жаңағы сол Фукусиманы айтты. Фукусима 70 жылдары соғылған, 78 жылы пайдалануға берілген атом электр станциясы. Енді одан бері 50 жылға таяу уақыт өтті. Қазіргі атом электр станцияларында, мысалы қауіпсіздік жүйесіне жаңа айтқанда 40% бюджеттің ақшасы тек қауіпсіздік жүйесіне арналған. Одан бөлек қазіргі таңдағы атом электр станциялары ол өзінің сыртында куполы болады, капсуласы. Ол жаңағы сыртқы табиғи, техногендік, адами әсерлердің барлығынан қорғайды. 10 балдық жер сілкінісі осын жаңағы айтып отырмыз. Қазір әуе кемелері құласын, террористік актілер болсын, ешқандай әсер болмайды. Одан бөлек жаңағы атом электр станциясының жүрегі ол жаңағы реактордың өзі. Реактордың астынан қазіргі бізге ұсынылып отырған технологиялар бойынша өзі былайша айтқанда қазылып не болады? Ловушка дейді орысша айтқанда, ловушкасы болады. Егер жаңағы ықтималдылығы оның 7%, оның -7%-ында ықтималдылық аварияның болуы. Ол өте төмен математикалық. Егер математиктер болса, ертең әңгімемізді тыңдап отыр. Олар айтады, ондай ықтималдық біздің өмір сүру уақытымызда почти болмайды деген. Даже ондай болғанның өзіне жаңағы ловушкаға реактор жарылмайды, реактор балқиды. Ол өткен температура. Ол жақта бізде болып жатқан уранның жаңағы бөліну арқылы энергия бөлінеді, энергияны біз жылу ретінде сеземіз. Ол жылуды біз әрине өзіміздің пайдамызға келтіре алсақ, біз оны дұрыс қолданамыз. Егер жаңағыда критикалық деңгейден асып кетіп жатса, АЭС реактор балқып жатса, жаңағы ловушкаға ол түседі, ловушканың беті жабылады. Сыртқы ортаға да әсері, радиациялық әсері ең минималды болады. Сол себепті біз қазіргі атом электр станцияларымен соғылып жатқан Фукусимадағы, Чернобыльдегі атом электр станцияларын салыстырған дұрыс емес. Жер мен көктей айырмашылық. Жер мен көктей айырмашылық, әрине. Тағы бір мәселе, енді мысалға жаңа өздеріңіз айтып кеттіңіздер ғой, енді бірігіп салуы да ықтимал деген, жаңа 4 мемлекеттің. Жарайды салды дейік, ертеңгісін олардың мамандары қалды деген әңгіме қиыншылығын туғызбай ма? Мысалға біздің мамандарымыз дайын ба соны алып кете алатын ертесіне? Енді мысалы мамандар жайлы айтатын болсақ, жаңа ядро саласындағы біздегі мамандар бар ма, жоқ па деген сұрақ туындайды ғой ең бастысы. Енді біз кішкене тарихты тағы да жүгінетін болсақ, мысалға Ақтауда бізде БН-350 реактор болды. Ол 25 жыл қатарынан істеді. Бірде-бір авариялық жағдай оқиға болған емес. Жаңағы оның басты мақсаты жаңа сол өңірдегі суды тұщықтандыратын болатын. Одан басқа біздің реактор Алатау мөлтек аулағында біздің институтта реактор бар. Ол 50-67 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы 58 жыл болды. Тағы 2 реактор Курчатов қаласында бар. Жаңағы ұлттық ядролық орталықта. Ол жақта мамандар жұмыс істеп.
толығымен осы мамандардың санын алатын болсақ, қазіргі таңда бұл 3 мыңға жуық адам. Ол жаңағы 3 мыңға жуық қазіргі таңда істеп жатыр. Ал осы тарихтан мысалы 57 жылдан бастап ол ауысты ғой, енді мамандар ауысты. Ол мамандардың бәрі біздің өзіміздің қазақстандық мамандықтар болады. Ресейден емес, Франциядан емес, өзіміздің даярланған мамандар болады. Әрине олар барып, мысалға бір жыл барып, мысалға Ресейде, немесе басқа мемлекеттер барып болып білетін мамандар, бірақ ол өзіміздің Қазақстаннан шыққан мамандар. Қазақ балалар, қазақ қыздар істеп жатыр. Яғни осы таңға дейін ядролық саласында бізде толыққанды маманды даярлауға өзіміздің құзыреттілігіміз бар екені көрсетіліп отыр. Осы мысалға кірім. Енді атом электростанциясына келетін болсақ, атом электростанциясында мысалға бір атом электростанциясында жаңағы айтып отырған 2,4 гигаваттық қуаттылығы бар. Бұндай атом электростанциясында 2000-ға жуық адам жұмыс істеу керек. Енді бұл әлемдік практикадан алынған сандар. Оның ішіндегі 400-і, жаңағы 20%-ы ол жоғары білімді мамандар болу керек. Қалған тех персонал бар, көмекші персоналдар бар дегендей. Сонда бізде 400 адамды қазіргі таңда жаңа айтылып кеткенде 3000 адам, 400 адамды біз жылда дайындалатындай бізде барлықтай құзыреттілігіміз бар, жаңағы жоғарғы оқу орындарымыз бар, оны дайындайтын. Қазіргі таңда енді осы атом электростанциясы салынады дегенге қарағанда өзі тренд болып отыр. Жоғарғы оқу орындары өздері мамандықтар ашып жатыр. Соған салалас мамандықтардың бәрін. Ол ешқандай қиыншылық тудырмайды болашақта. Өзіміз дайындаймыз. АЭС салуға мысалға Қазақстанның қай нүктесі қолайлы? Біресе Курчатов деп жатамыз, біресе Балқаш көлінің аймағы. Бізде осы соңғы комиссияның ұсынған жері ол әрине үлкен ауданы. Үлкен ауылы Жамбыл ауданы, Алматы облысы. Неге ол жерде оғанағанда біз бірнеше рет үкіметте, министрлік тарапынан да жауаптар болды. Өйткені біздің Қазақстанда қазір алдында айтқанымыз дефицит, ол оңтүстік өңірлерде. Электр энергиясының дефициті ол оңтүстік өңірде. Оңтүстік өңірде әрине халық көп тұрады, өндіріс көп. Ал электр қуатының өндірісі бізде солтүстік өңірлерде. Павлодар облысы, Қарағанды облысы. Және де үлкен ауылы жаңағы солтүстік пен оңтүстіктің ортасында тұрған біріншіден мекен. Одан бөлек оның жаңа орналасқан жері ыңғайлы. Одан бөлек және солтүстіктен оңтүстікке өтетін жоғары кабельді 500 киловаттық кабельдер бар. Солтүстік пен оңтүстік өңірді қосып отқан. Оған жаңағы үлкен ауылы қосу оңай. Егер үлкен ауданның, үлкен мекеннің біріншіден таңдалған себебі ол жаңа Балқаш көлінің бар емес. Ол жаңағы оңтүстік пен солтүстіктің жаңағы электр сымдарының қасында орналасқандықтан ол бірінші себеп сол себепті таңдалып отыр. Ал сіз айтқан Курчатов және біздің мемлекет басшысы айтты ғой, Қазақстан болашақта бір атом электростанциясымен тоқталып қалмайды дейді. Өйткені біз электр энергиясын ары қарай өндіру үшін, тұрақты электр энергиясымен елімізді қамтамасыз ету үшін, дефицит болашақта болдырмау үшін бізге біреу жеткіліксіз. Ол кісі жаңағы мүмкін Курчатовта соғамыз деді, мүмкін батыс өңірлерде соғамыз деді. Ақтауда да инфрақұрылым дайын тұр. Мысалға. Өйткені алдын ала біз мысалы инфрақұрылым дайындамаймыз. Курчатовта да мысалы алатын болсақ, ол жақ толығымен ертең болашақта мысалы 3 немесе 4 жерде салынып жатса атом электростанциялар, Қазақстанда толығымен әр өңірін тұрақты қауіпсіз электр энергия көзімен қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз болады. Атом электростанциясының қоршаған ортаға қаншалықты әсері бар? Әсері сумен жұмыс жасайды мысалы, көлдің мұзылуына ертеңгісін әсері жоқ. Ықпал тимей ма? Енді ықпал тимейді десек, экологтар айтуы мүмкін, бұлар былайша айтқанда өтірік әңгіме. Ол өтірік әңгіме емес, фактілер. Атом электростанциясы ол жаңағы экологиялық таза әлемдегі электростанцияның бірі болып табылады. Былайша даже ең тазасы шығар мысалға. Күнмен, электрмен, жылумен салыстырғанда. Ол біріншісі. Екіншісі суға әсері. Біз әрине арал дейсімізде қазақ халқының.
аралдан айырылып қалдық, ертең болашақта Балқаштан айырылып қалмаймыз ба деген қорқыныш бар, әрине үрей бар. Бірақ айырылмаймыз. Себебі бір атом электростанциясы жаңағы біз қарастырып отқан, бізге ұсынып отқан 2,4 гигаваттық 2 блоктан тұрады. Ол жылына біз бірінші соғып отқан жоқпыз оны. Ол әлемде уже апробацияланған, уже өзін көрсеткен реактор. 200-ден астам сондай реактор жұмыс істеп тұр әлемде. Олардың енді орташа статистикасы бар. Қанша жылына қанша су қолданатын. Плюс-минус 65 миллион куб су қолданады. Ол жылыту системасы, суыту системасына, жаңа атом электростанциясында, бірінші, екінші блоктағы, соның барлығы осында 65 миллион жылына куб кетеді су. Балқаш көлінің су көлемі орташа есеппен соңғы 20 жылда алайық, 100 миллиард текше метр су бар. Плюс-минус сол бір жылы көбейіп отырады, бір жылы азайып отырады. 100 миллиард Балқашта кубометр су бар. Біз 65 миллион куб қолданамыз атом электростанциясынан бір жылда. Енді Балқаш 100 миллиардпен 65 миллион біріншіден салыстыра алмаймыз. Одан бөлек Балқаштың өзінің жаңағы табиғи процестің арқасында су булану процесі бар. Өзі, мысалы, табиғаттың арқасында Балқаш жылына 10%-на дейін суын жоғалтады. Жаңағы циркуляция арқылы. Сонда біздің 65 миллион кубометріміз атом электростанциясында қолданатын. Ана 10%-дің 10% мысалы Балқаш жоғалтады ғой жылына, көтеріледі. Мысалы, жазда циркуляция күннің көзі көбейгенде ол деңгейі түседі, көктемде көбейеді. Сол жоғалтқан судың 1%-на да жетпейді. Біз атом электростанциясын қолдануымыз суды. Сол себепті ертең атом электростанциясы Балқаштың су деңгейіне әсер етеді деген ақпарат, ол жалған ақпарат, иә. Олардың бәрі мысалға жаңағы айтып отқандар, ол жаңағы химиялық заводтармен салыстырады да. Химиялық заводтар олар әрине суды алады, тазартады, ана химиялық заттарды, содан кейін сол суды қайтадан шығарады. Бұл жақта тазартылу ештеңке жоқ, ол тек қана жаңағы екінші контурды суыту үшін алынатын су. Оның бір ғана несі бар, ол шыққан су 4-5 градусқа жоғары болады кірген судан. Ол суды мысалға қазіргі әлемдік практикада ол суды да пайдаланады. Жаңағы су жәндіктерін өсіру үшін, балықтарды өсіру үшін кәдімгідей өзінің фермаларын жасайды, соның жанында. Сол суды соған пайдаланып жүр. Мысалға, менің енді көп айтатын мысалдардың бірі, мысалға Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея аймағы бойынша біздің бұрынғы Алматы облысының аймағымен дәлме-дәл келеді, 100 мың шаршы километр. Осындай аумақта Оңтүстік Кореяда 26 атом электростанциясы жұмыс істейді. Бір Кореяның өзі. Бір Кореяның. Сонда мынандай Алматы облысында 26 атом электростанциясы жұмыс істейді. Олар медицина жағынан алды да, производство жағынан алды да, электроника жағынан алдыңғы қатарлы мемлекеттерде, жаңағы кеме жасаудың да несінде алдыңғы қатарлы мемлекеттерінде. Сонда олардың жаңағы производствосы жоғары, яғни оларда тұрақты электр көзі бар деген сөз. Бәріміз білеміз, мысалға күнде көріп жүрміз, кореялық машиналарды өзіміз істеп жүрміз. Яғни осы мысалдар жаңағы адамды ойландыруға келтіретін мысалдардың бірі. Сол Кореяда жаңағы шабақтарды судың жағасында тұрған сондай фермалар жасап қойған, өйткені ана жылынған су соларға оң әсерін тигізеді, енді өскенге бизнес қыларға. Тағы бір сауалым бар. Радиоактивті қалдықтарды сақтау және залалсыздандыру қалай жүзеге асырылады екен деймін. Енді қазіргі таңның өзінде, мысалы, біздің ядролық физика институтында өзінің осындай радиоактивті заттарды сақтайтын қоймасы бар, арнайы қоймасы бар. Одан басқа, мысалға, ұлттық ядролық орталықта да ондай заттар бар. Әлемдік практика бойынша ол сұрақтардың бәрі шешілген. Қалай сақталынады, қалай ол ары қарай өңдеп қайтадан оны жаңа тауар ретінде қалай жасалынатын бәрі мәлімді де. Мысалға, Ресей Федерациясында олар жаңағы сырт жаққа қайда шығармайды. Ол мысалы қалдықтарды, ядролық қалдықтарды олар өздерінде сақталады. Өйткені физикалық процесстер бойынша айтатын болсақ,
өзінің жаңағы жартылай ыдырау периодтары бар, өзінің сақталатын уақыты бар. Сол уақыт өткеннен кейін оны қайтадан пайдаланып, қайтадан өңдеп, қайтадан отын ретінде пайдалануға мұрша бар. Өйткені ондай технологиялар қолданылып отыр. Өйткені олар мысалға ресейліктер, олар өздері сол қалдықтар, олар қазір алтын ретінде сақтап отыр. Өйткені ол болашақ жаңағы топливо. Сол себепті ол қалдық емес, Иә, ол сол себепті ол қалдық емес. ол отын. Оны уақытша ғана сақтайды, жаңағы арнайы қоймаларға салып, уақытша сақтайды. Ол мысалға жаңағы теплоэлектростанциялардан шығатын күл ретінде емес, ол күл қоқыс ретінде жатады. Ол желмен таралады, ары қарай өзінің таралу. Табиғатқа зияны көп. Табиғатқа зияны бар. Ол мысалға экологтар ол туралы да айтпайды. Жаңағы ол күлдің өзінде де радиоактивтілік бар. Ол туралы айтпайды. Не екенін енді ашық айтқаннан кейін бәрін ашық айту керек қой. Иә. Ол мысалға біздің қаланың қақ ортасында ТЭЦ тұр. Ол туралы айтпайды. Қалай таралады? Онымен қалай біз демаламыз? Мысалға ТЭЦ-тің өзі, сөз шығып отыр ғой, мысалы. Алматының экологиялық ахуалы белгілі ғой бәрімізге. Өзімізде мысалға жаңағы Аллергия бар, аллергиялық жөтелі бар, мысалы халықтың көпшілігінде. Осының барлығы экологияның бұзылуынан деп айтамыз. Енді бір ғана бізде нүктесі ғана газға көшірілді ғой деймін Алматыда. ТЭЦ-тің қалғандар көшірілген жоқ. Мысалы осыны ойлай келе ТЭЦ-тің өзін газға көшіре алмай жатқан кезде АЭС салуға қаншалықты қауқарымыз жетеді деген ой ғой. Бұл жақта қауқар жетеді. Енді әрине біз барып ертең біз соқпаймыз оны. Бізге ол технологиялар беріліп жатыр Қазақстанға. Және де ол жаңағы бізге берілген 4 вендордың бізге ұсынып отқан атом электростанциясының 90% бір-біріне ұқсайды. Тек айырмашылығы жаңағы басқару пультінен мүмкін. Қауіпсіздік жағынан барлығы бірдей. Және де оны ертең мысалы АЭС ол бүгін басталып бір жылдан кейін бітетін дүние емес. Ұзақ жылдар. Ол халықаралық практика. 8-10 жылдың ішінде егер тұрақты қаржылық жағдай болатын болса, тұрақты қаржылық көзі болатын болса, ол 8-10 жылда ол бітеді. Және де ол біткеннің өзінде де ол жаққа келісім шарт бойынша қазақстандық мамандар тартылады құрылыс барысында. Одан бөлек ол технологияларды ертең бізге мысалы берілгеннің өзінде бізде былайша айтқанда уақыт бар. 10 жылға жоқ, оны меңгеріп алатын. Және әріптесім айтқандай, Қазақстан бізде ядролық компетенция 1950 жылдан бері келе жатыр. Біз оны мысалы әке-шешелеріміз бар, аталарымыз бар, олар оны естіген. Бұрыннан мысалы менің әке-шешем айналыспаса да, біреудің әке-шешесі айналысуы мүмкін ядролық технологиялармен кезінде. Мысалы Біріккен Араб Әмірлігін алайық. 22 жылы олар атом электростанциясын қолданысқа өзінің мемлекетінде біріншісін пайдалануға берді. Олар өмір бақи, өмірінде ядро деген сөзді естімеген халық қой. Қорыққан жоқ. Соқты. Оларда келісім шарт оңтүстік Кореямен болды. Оңтүстік Корея толығымен соқып берді. Қазір келісім шарт бойынша оңтүстік Кореялық мамандар ол жақта жұмыс істеп жатыр. Бірақ параллельно олар жаңағы жергілікті халықты үйретіп жатыр. Мысалы. Сонда олар компетенциясы менде жоқ деп айта алмаймын. Компетенциясы аз болған мемлекет соқты да қолданып жатыр. Сонда ертең қазақстандықтар, мысалы біз осындай ядролық тарихымыз бар, ядролық компетенциямыз бар мемлекет ретінде, мысалы біз жаңа айтып өттік. Көбісі білмейді. Алматының түбінде Қазақстандағы жалғыз стационарлы реактор жұмыс істеп жатыр. Ол жақта реактордың өзіне 100-ге жуық маман жұмыс істеп жатыр. Барлығы қазақтар. Міне осы Асхат сияқты бауырларымыз жұмыс істеп жатыр. Бір оқыс оқиға болған жоқ. Оқыс оқиға емес, бір жаңағы не дейміз, практикалық ауытқу болған жоқ. Мысалы, Құдайға шүкір, істеп жатыр. Сонда бізде сонда тарих бола тұра, ертең біз атом электростанциясын соға алмаймыз, онымен басқара алмаймыз, қолдана алмаймыз деген сұрақ. Қате. АЭС салу мысалға МАГАТЭ-нің қаншалықты бақылауында болады? Толығымен. Толықтай. Мысалы мен сәуір айының басында өзім МАГАТЭ-ге барып, сондай бір семинарға қатысып, жаңа біздің қазіргі істеп отқан реакторлар бойынша өзінің бір апталық семинары болды. Оның қалай толтырамыз, қалай мысалға ақпаратын береміз,
енді бұл ғылыми зерттеу реакторы болғаннан кейін оны арашанда ол ақпаратты жаңартып отыру керек та. АЭС бойынша да сондай тексерістер де болады. Мысалға біздің реакторды жылына 3 рет деп кеп тексеріп кетеді МАГАТЭ-дің адамдар. Олар 2 рет айтып келеді, 1 рет айтпай келеді, хат үстінен дегенде өйтіп болады ғой. Сонда соның бәрін тексеріп, ешқандай ондай замечаниялар ештеңке қанша жыл болды істеп жатырмыз. МАГАТЭ ол құжатынан бастап, мысалы қазір құжат дайындалып жатыр ғой, құжаттан бастап ертең атом электростанциясы қолданысқа беріледі ғой, сосын ол пайдаланады. Соған дейін де толығымен бастан аяқ МАГАТЭ-нің мамандарының қадағалауында болады. АЭС салынған аймақ тұрғындарының құқықтары мен мүдделері қаншалықты қорғалған жөн деп ойлайсыздар? Қай жерге түседі мысалы сол жерде? Бұл жерде олардың да талап тілектері орындалу керек біріншіден. Екіншіден, сіздердің сөздеріңізге қарағанда әлеуметтік жағдайлар жақсарады. Жұмыс орындары ашылады осыдар. 2023 жылы референдум алдында енді бізде Қазақстанда халықты атом электростанциясы не үшін керек деген өңірлерде, әр өңірде жиындар өтті. Тыңдалымдар болды, көбісі білген жоқ. Сол кезде сіз айтпақша үлкен ауылының тұрғындары қателеспесем 100% болды. Толығымен 100% демей-ақ қояйық енді. 100% қазір 99% қолдады. Бізге атом электростанциясы керек деді. Ол түсініп отыр. Ол өткен өзіміз болдық біз сол жақта. Ал атом электростанциясы соған ол мультипликативті үлкен эффект алып келеді. Тек жаңағы ауылдың өзіне ғана емес, ол бүкіл біздің мемлекетімізге. Ол жаңа экономикалық пайдасы бар, әлеуметтік пайдасы бар, жаңа кадрлар жаңа дайындау пайдасы бар. Оның жаңа эффекті үлкен. Бізге бұндай мега проекттер Қазақстанға керек. Ол өткені экономиканы, халықты алға жылжытатын проекттердің бірі осы атом электростанциясы. Сол себепті жергілікті халықтың мүддесі қалай қорғалады деген сұрақ ол бір жағынан ол толығымен қорғалады. Өйткені біз бірінші мемлекет емес, біз соғып жатқан. Бізге дейін оның мануалы дейміз ғой, ад-оя жазылған мысалы. Журналист болғаннан кейін тәптіштеп сұрақ қалдым ғой, сіздер күнде келе бермейсіздер осы студияға. Соны мен қойып жатырмын. Енді қараңыздар, қай мемлекет салсын, 4 мемлекеттің бірі салды дейік, АЭС құрылысын аяқтады дейік, ертесіне кейін олар өздерінің үстемдіктерін жүргізбей ма? Салған мемлекет. Енді бұл Былайша айтқан кезде жалпыға ортақ жастардың тілімен айтқан кезде диктовать етпей ма деген әңгіме. Диктовать етпейді дегенде бұл жерде ең бастысы бұл бизнес. Бұл жаңа технологияларды сату. Олардың басты мүддесі жаңағы осы технологиялардың өзінің пайдасын алу. Бұл мемлекеттер мысалға бірінші рет салып отқан жоқ, олардың реакторлары, олар жан-жақты қазір салып отыр. Жан-жақты бүкіл әлем бойынша жаңа Бангладеште салынып жатыр, Турцияда салынып жатыр. Мысырда көп. Мысырда көп. Оннан астам. Яғни бұл жақтан жаңағы пайдама алу деген сөз ғой. Енді мысалға бірінші варианттың көрейік. Бірінші вариант біздің мемлекет өз ақша салды дейді. Жаңағы ол 5 миллиардты берді. Оның пайдасын мысалға бір бөлігін жаңағы мемлекет салған мемлекетке береді. Ал мысалға екінші вариантын қарастыратын болсақ, мысалға салатын мемлекет өз ақшасымен келіп, бұл жағы бәрін салып береді. Бұл жақта жаңағы енді келісім шарт жасалынады. Қандай проценттік, қандай үлесін, қандай не екенін бизнес тұрғыдан қарастырылады да. Сонда бұл жерде жаңағы енді қанша инвесторлар келіп жатыр ғой. Олар бәрібір өздерінің бір шарттары болады да. Сол шарт келісімге келгеннен кейін барып жұмыс істелінеді бизнес. Бұл жерде тура сол болады ғой. Және диктовать ететіндей, мысалы, атом электростанциясының жаңа айтқанда жүрегі ол реактор. Ол отын. Ал ол атом электростанциясында біз не қолданамыз? Уран қолданамыз. Қазақстан әлемде 2-ші орындамыз қор бойынша. Ертең бізде мысалы басқа мемлекетті алатын болсақ, уран бітіп қалды, мысалы жанармай бітіп қалды, ішіндегі отыны. Енді оны алмастыру керек. Жаңа мемлекет соғып берген, условно бір мемлекет кеп, мысалы бір какой шарттарын қою мүмкін. Болмаса, мен саған отын бермеймін дейді. Бізде болашақта ондай
менің ойымша проблема туындамайды. Өйткені бізде отын бар. Біз қазір одан да бөлек бізде отын шығарудан өзіміздің компетенциямызды арттырып жатырмыз. Біздің отындар қазір Қытайдың атом электр станциясында жағылып жатыр. Оның технологиясын біз Өскеменде қазір қойып қойдық. Өскеменде жаңағы отын дайындап, оны біз демек отыннан қиналмайды Қазақстан. иә, сол себепті атом электр станциясының ең сіз айтпақшы жаңағы диктовать ететіндей крючогы ол отын ғой. Маманды өзіміз дайындай аламыз. Дайындап та жатырмыз. Отын болады өзімізде. Басқа мемлекетке тәуелді емеспіз ғой. Тәуелді, Жаңа айтып отырсыз. басында тәуелді болуымыз мүмкін, өйткені технологияны үйрену керек қой. Мысалы, маман ретінде біз білмейміз. Бірақ отын ретінде біз тәуелді болмаймыз. Ол 100%. Демек нақ сеніп айта аласыздар ғой, иә, біздің мамандар толықтай игеріп кетеді деп. Қанша Әрине. керек бізге? АЭС салғаннан кейін. Толық осы сол АЭС-ті басқарып кетуіне, ары қарай алып кетуіне. Неге салғаннан кейін? АЭС салғанға дейін біз үйреніп аламыз оны. Ол әрине енді ядро деген адам білмейтін нәрсесінен қорқады деп кезінде Мұхтар Әуезов атамыз айтқан. Бірақ біз бұны білмейміз емес, біз бұны білеміз. Бізде компетенция бар қазіргі жастарда, қазіргі мамандарда. Әрине ол барлық салада емес шығар, бүкіл атом электр станциясының. Бірақ біз бір бөлігін білеміз. Біз оны ары қарай бізге дамыту керек. Дамыту ол енді әр адам енді 5 саусақ 5 түрлі ғой. Сол себепті мысалы біреу тез үйренеді, біреу кеш үйренеді. 10 жыл уақытымыз бар. 10 жылда біз оны нақты үйренеміз. Үкімет тарапынан мына мәселе көтерілді ғой. Бізде қазір мысалға енді сіздер бір белгілі бір оқу орнын бітірдіңіздер, жоғарғы оқу орнын бітірдіңіздер, қазір сол институтта қызмет атқарып жатсыздар, иә. Үкіметтен мына мәселе көтерілді. Біз мысалға колледж қабырғасынан бастап үйретуіміз керек. Мектеп бастамыз. Мектеп жасынан. Мектеп жастандығы. Мысалға қазіргі таңда бізде апта сайын оқушылар келеді. 11-ші, 10-ші класстың оқушылары келіп, біз реакторды көрсетеміз. Реакторда қандай ғылыми жұмыстар. Экскурсия жұмыс. Иә. Ол баяғыдан бар. Енді қазір көптеп келіп жатыр да. Мысалға алдыңғы аптада 25 адамдай ма, сондай оған алдыңғы аптада 30-дай адамдай мысалға жаңағы зияткерлік мектептерден жаңағы ниш содан келіп жатыр, басқа РФМШ-дан келіп жатыр, жаңағы Медеу ауданындағы мектептерден келіп жатыр. Именно физика саласына жақын мектептерді, физика, математика, оларға енді бәріне қызықты отырды. Өйткені біз жаңағы культура безопасности ядерных технологий сол мектеп қабырғасынан бастап ондай салу керек бізді. Өйткені енді атом электр станциясы салынады, мемлекетімізде болады дейді, оның бәрі мысалға оқушылардан бастап бәрін білу керек та. Өйткені олар ары қарай өседі. Мысалы қазір 10 жылда ол уже маман ретінде болады да, ол ары қарай беру керек. Мысалы мұғалім болады, басқа физика саласында оның бәрін жетілдіріп айту керек. Жан-жақты ақпарат беру керек. Сол жұмыс әрине біздің институт тарапынан қазір бұрыннан жүргізіліп келе жатыр. Бірақ қазіргі таңда енді бізге ол қарқын импульс берді ғой мемлекетімізге. Біз мемлекет басшысы айтты, атом электр станциясын соғамыз. Енді мектептегілер де қызыға бастады да, оқушылар. Мысалы қазіргі біздің осы физика саласы, математика саласына мамандарды тарту оңай емес. Мысалы барлығы блогер болғысы келеді, экономист, финансист болғысы, көп ақша тапқысы келеді. Бірақ ғылымға келу бұрыннан проблема ол. Қазір тек біздің емес, бүкіл әлемнің проблемасы. Бірақ атом электр станциясын соғу деген ол жаңа дем берді, жаңа импульс берді. Асхат әріптесім айтқандай, қазір біздің институт тарапынан, мектеп тарапынан бастап уже жұмыс жүргізіліп жатыр. Мектеп оқушылары келеді, колледж оқушылары келеді. Біз Қазақ ұлттық университеті, Еуразия ұлттық университеті, Алматыдағы Сәтбаев ұлттық университетімен біз тарихи бұрыннан жұмыс жасаймыз бірге. Олар студенттер бізде практика өтеді, реакторды көреді, бірақ ол студенттер еді. Енді қазір біз оны мектеп деңгейінен бастап былайша миларына құя бастадық та. Физика деген қызық. Егер Енді осы уақытқа дейін көбісі өздеріңізді білесіздер ғой, жастардың басым бөлігі заңгер болғысы келді, құқық қорғау органдарында қызмет еткісі келді, ғылымға деген бір аса бір қызығушылығы болмады. Оның негізгі себебі жалақының аздығы. Сіздер қалай кеттіңіздер? Жалақыларыңыз өздеріңізді қанағаттандыра ма? Қазіргі таңда қанағаттандырады. Енді басынан біз келген кезде мысалға 2008 жылы дипломдық жұмысты бастаған кезде, ғылыми жұмысқа араласа бастаған кезде, ол кездегі мысалы жалақы ол 2800 теңге болатын айына.
басқашта ары қарай қызық, ары қарай жұмыс істедік, ары қарай магистратураға түстік, одан ары қарай докторатураға түстік. үнемі ізденіс. Иә, Европада стажировкаларды өттік. Енді ол ең бастысы жаңағы ол мамандықты сүйе білу керек та. Ақшаға қарамай, қазіргі студенттерге де айтамыз, мысалға жас мамандар келеді, жаңағы кіші ғылыми қызметкерлеріміз келеді. Ақша бойынша келетін болсаң, оданша бастамай-ақ қой дейміз. Ал Нәтиже қазір ақшаның артынан қуалай бастасаң, нәтиже шықпайды. Өзіміздің кіші бауырларымыз да бар ондай. Басында келді, қызықтырмады да, онда біз сені ұстамаймыз, зорламаймыз, нетпейміз. Басқа жұмыстармен айналысса керек, өзің білетін. қазір жастардың жылдан көбірек ақша тапсақ. Кейбіреуіміз келеді, 2-3 адамнан болсын, жылына мысалға өзіміздің группаға қосылатын деп айтамыз. Қазір басынан ақша көп болмайды. Қызықтыратын болса, жұмыс істейік. Міне саған дипломдық жұмысың мынау, реактордан істейсің, басқа ана салада тағы нелерін істейтін жұмыстарыңды ары қарай көтеріле береді. Көреміз сенің жұмысыңа қарай қалай икемдісің бе, икемдемейсің бе деген. Айта кететін жайт бар еще. Соңғы 3-4 жылда мемлекет тарапынан ғылымға бөлінген қаржы ол еселеп өсті. Қазір мемлекет оны түсінді. Бұрында да түсінген шығар, енді мүмкін бұрында қаржылы жағдайымыз мүмкін болмады. Осы 3-4 жыл соңғыда. Ғылымда кейін ел түсінді. Иә, сол себепті қазір оны айту керек. Мемлекет ғылымға қаржыны қазір еселеп, баяғы қарағанда, осы 3-4 жыл бұрын, 5-6 жыл бұрын қарағанда еселеп өстерді. Өсіреміз деген де жоспар бар. Сол себепті егер бізді жас ғалымдар, жас мамандар көріп жатса, ғылымға келіңіздер, қорықпаңыздар, ода қорқатын еш нәрсе жоқ. Ол өзінің мысалға мемлекеттің қаржылай көмектесуі, еселеп көтерілуі, жас ғалымдарды жұмысқа алуға жағдайын жасады. Толыққанды мысалға өздерінің алатын жалақыларын көтеріп, бұрынғыдай емес енді. Дұрыс айтасыздар. Негізі шет жағасын білеміз. Замандаспыз ғой барлығымыз. Сіздердің тұстарыңызда ғылымға келу оңай емес. Нағыз өз саласын сүйген адамдар келіп, жаңағыдай ақшаға қызықпай, мысалы, болашақты көре білдіңіздер. Осы салада қызмет етіп жатсыздар. Сондықтан сіздерге адал еңбектеріңізге табыс тілейміз. Бір ауыз сөзімізді қалдырмай жерге студиямызға келіп, АЭС деген мәселені түсіндіріп бергендеріңіз үшін, оның қолдану аясын, тетіктерін, технологиясын айтқандарыңыз үшін мың алғыс айтамыз. Сондықтан қызметтеріңіз жана берсін. Қазақ ғылымын әрдайым биікке көтеріңіздер. Біз емес, керісінше бізге тәуелді болсын дейік, энергия жағынан, басқалар. Сондықтан амандық тілеймін. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, осымен бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.